Сәлем достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге таңертең бір стакан жылы су ішудің пайдасы туралы кеңеспен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Жалпы адамның денесінде қанның 83%, мидың 74%, бұлшық еттердің 75%, сүйектердің 22% судан тұрады. Бір кесе судың өзінде 6 сүннет бар. Бісміллә деп ішу, отырып ішу, іштен ішу, ішпестен бұрын құрмет көрсету, оң қолмен ішу және сонында Аллаға мадақ айту. Судың пайдасы дене температурасын тұрақтандырады, оттегі тасымалдайды, бауыр мен бүйректегі шылақтарды тазалайды, ас қорытуды реттейді, витаминдер мен минералдардың таралуын қамтамасыз етеді, денені жарақаттаудан қорғайды, салмақ тастауға көмектеседі, шаштың жылтыр болуын қамтамасыз етеді, буындардың ауырсынуын жеңілдетеді, қысымды реттейді. Адамның ағзасына су жетіспеген жағдайда қан қоюланады, іш қатады, бас ауырады, айналады, мидың жұмыс жасауы баяулайды, тәбетсіздік пайда болады, шаршау мен әлсіздік болады. Әрбір адам тәулігіне дене салмағы бойынша есептелген су мөлшерін ішуі тиіс. Су ішуді күнделікті әдетке айналдырыңыздар. Өзіңіздің салмағыңызға байланысты су мөлшерін анықтаңыз. Жалпы әр адамның өзінің салмағына сәйкес су ішу мөлшері бар. Шамадан көп су ішу бүйрекке артық жүк болады және оған зиян тигізуі мүмкін. Денемізге қажетті су мөлшерін қалай анықтаймыз? Алдымен салмағымызды 0,3-ке көбейтеміз. Сонда біздің денемізге қажетті су мөлшері анықталады. Мысалы, менің салмағым 50 кг. 50 кг-ды көбейтемін 0,3-ке. Демек, мен бір күнде 1,5 литр су ішуім қажет. Дәл осы формуланы сіздер де пайдаланып, өзіңізге қажетті су мөлшерін анықтай аласыздар. Сіздер күніне шамамен қанша литр су ішесіздер? Комментарияға жаза кетсеңіздер. Назарларыңызға рахмет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.